тойға бересіңдер енді. Қыздың той деп барамыз, одан кейін жағын тәтті шай деп барамыз, тәтті шай. Резко тойдан түскен ақшаны құрту керек қой деп. Резко құртып қалу керек та, сразу тәтті шай істеп жібереді ғой. Еще тәтті шайды ресторанға барып істейді ғой, білесіздер ма? Оны экономдайын, үйге барып істейін деген жоқ, қолдан пісірсе қазір деген идея көп-ақ қой. Пісіретіндер көп-ақ, апарып пісіріп, бәр пеш бар, газ бар, сықит бәрін істеуге болады ғой. Обязательно сол ақшаны, тойдан түскен ақшаны құртып, тәтті шай істеуіміз керек қой. Қазақтардың санасы вообще өсіп отырған жоқ біздердікі деген. Артынан балдарды қалай оқытасың, қалай тамақ ішесің? Ол айлық деген кредитіңе төлеу, ладно. Сосын тамақтарың ішетін дұрыс білім алуыңа сондайға керек қой. Ол сен 200 мың, 400 мың, әрі кеткен 500 мың аласың да, оны таратып жібересің. Сонда әр қарата сен ойды қалай күн көремді ойлап отырған жоқсың ғой. Ойлап отырған жоқпыз әр қарата қалай күн көреміз деп. Ол той бітпейді. Мына целый жаз бар ғой, целый жаз той бар. Целый жаз той бар. Мына деген қойып отырған жоқ, адамдар деген тойға дегенде от души шашып жатыр. Приздердің түрлерін, ойыншықтардың түрлерін шашып жатыр енді. Құдағайлар енді қыз алатындарды шашып жатыр енді. Бәрі шашып жатыр ғой. Бәсеке, қатты бәсеке болып кетті достар. Ойбу. Тоқтайын деп отырған жоқ, мен айтқанмен тоқтайын деп отырған жоқ, просто шындықты айтайын да. Шындықты болып отырған шындықты айтайын, кейбіреуін шабына тиіп кетіп жатыр ғой. Ойбай, біз ондай емеспіз деп шаптарыңа тимей ақ қойсын. Кілең жұмыс жасайтын рабочий класстар бәрі сондай ғой. Мен де сондаймын, тек қана күйеуімнің айлығымен отырған адаммын. Неше түрлі адамдар айтып жатсыңдар ғой, неше түрлі айта беріңдер, маған батпайды ол. Көріп отырмын, айналамда тойға бар отырған адам, мен де көріп отырған адаммын, вау демей қойыңдар. Көріп отырып, айналамдағы проблеманы айтып отырған адам. Солай емес па, достар? Бәрі шындық қой құрсын.